Бүгін денсаулыққа өте пайдалы майдың бірі тоң майды дайындайтын боламыз. Бұрын әжелеріміз тамаққа тек қана осындай майды пайдаланатын болған. Тоң майды біз қойдың іш майынан жасаймыз. Іш майды жуып аламыз да майдалап пышақпен турап шығамыз. Егер арасында безі, яғни түйін болып тұрған майда еті болса, оны алып тастауымыз қажет. Туралған іш майды қызып тұрған құрғақ табаға немесе ыңғайлы қазанға салсаңыз да болады. Алғашында майдың суы шығып, осылай көпіршіп кетуі мүмкін, бірақ онда тұрған ештеңе жоқ. Сәлден кейін суы тартылып, майдың өзі ғана қалады. Сол кезде майы бөлініп, іш майымыз сарғыш түске ене бастайды. Қазіргі кезде нутрициологтар тамаққа пайдалы майды қолданған жөн деп айтып жатады. Мінекей таза пайдалы май осы тоң май деп айтсақ болады. Іш майдың майы әбден бөлініп, шұжығы сарғайған кезде осылай шұжығын бөлек алып қоямыз. Бұл шұжықтан шұжық нан да пісірсек болады. Ал жаңағы сұйық майды бөлек ыдысқа немесе банкаға осылай сүзгіден өткізіп құйып аламыз. Тоң майымыз алғашында суымай тұрған кезде осындай болып тұрады. Кейін суығаннан кейін аппақ болып қатып қалады. Бұл тоң майды тамаққа, бауырсақ пісіргенге қолдансақ болады. Және қаттама нан, самсаға өте күшті үйлеседі. Мен бұл жерде қамырды жайып алдым да, жаңағы тоң майды кішкене жібітіп, осы қамырдың арасына жағып, самсаға дайындап жатырмын. Егер қаласаңыз, осы тоң майдың қасына кішкене сары май қосып жіберсеңіз де, дәмі өте күшті болып шығады. Осындай пайдалы ақпаратты жақындарыңызға да жіберіп, видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Замира.